Баршаңызға қайырлы кеш, құрметті көрермендер. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін мен түрік тағамы пиде жасадым. Пиде түрік тағамдарының ішіндегі ең керемет тағамдарының бірі. Сондай жұмсақ, сондай дәмді, сондай тіл үйретін керемет тағам. Осы тағамның дәмін менімен бірге жасап көріңіздер. Өзіңіздің жақындарыңызды, отбасыңызды қуантып, меймандарыңызды қарсы алыңыздар. Менің каналыма тіркеліп, маған лайк басып, қоңыраушаны басып, менің жаңа рецепттерімнен құр қалмаңыздар, бірінші боп тамашалаңыздар. Түрік тағамы пидені жасау үшін маған ұн керек, фарш керек, тұз, қант, ашытқы керек, жылы су керек. Көкөністерден маған пияз, сарымсақ, тұздалған қияр, қызанақ, тұздалмаған қияр, тәтті бұрыш керек. Және дәмдеуіштер керек. Тұз, қызыл бұрыш, қара бұрыш, әмбебап дәмдеуіш, паприка. Және бұл қолдың сарымайымен, жұмыртқанымен пиденің шетін әсемдегенге қолданамын. Ең алдымен қамырымызды дайындап аламыз. Қамырымызға біз қантымызды саламыз. Бисмилля. Бірінші. Ашытқымызды саламыз. Кезек-кезегімен әрине. Әрине ең соңында тұзымызды саламыз. Сосын жылы суымызды құйып, бисмиллямен бастап инеге жасаймыз. Бисмилля. Қызанақ пастасын саламыз. Барлығын араластырамыз. Мінекей, құрметті көрермендер, біздің пидеміз дайын. Менің видеомды соңына дейін тамашалағандарыңызға көптен көп рахмет. Менің каналыма тіркеліп, маған лайк басып, қоңыраушаны басып, мені қолдап, қолпаштап жіберіңіздер. Келесі жаңа рецепттерде жолыққанша күн жақсы, сау саламатты болыңыздар.